Сәлеметсіздер ме, құрметті әріптестер және қонақтар, бүгінгі вебинарға қош келдіңіздер. Бүгінгі вебинарымыз біздің Алматы қаласындағы бастауыш сыныптар мұғалімдерінің авторлық бағдарламаларымен танысу мақсатында ұйымдастырылып отыр. Бұл бағдарламамен таныстыру мақсаты ұстаздар арасындағы тәжірибе алмасу және тың идеялармен бөлісу және шығармашылық еңбектерін насихаттау үшін өте керемет мүмкіндік. Сондықтан да бүгінгі вебинарымызға қатысқандарыңызға сіздерге көп рахмет. Енді ұстаздарымызға кезек берейін. Сәлеметсіздер ме, құрметті әріптестер, мен бүгінгі бағдарлама қызықты математика пәніне арналған. Бұл бірінші және екінші сынып оқушыларына арналады. Мен Алматы қаласы Алмалы ауданындағы нөмір 36-шы Бөлтірік Атқанұлы атындағы нөмір 36-шы гимназияның бастауыш сынып мұғалімімін. Енді бұл бағдарламада оқушылардың жас ерекшеліктеріне және стандартқа сәйкес математиканы тереңдетіп оқыту, оқу үдерісінде үлгермеген білімдерін толықтыру, танымдық және шығармашылық ізденіске жетелейтін тапсырмалар ұсынылған. Бұл бағдарламаның нәтижесінде балалар қиын мәселелерді өзі шешуге және логикалық есептердің шешімін тауып дәлелдеу жүргізуге үйренеді. Математикалық білімді өмірде қолдана алуға және жан-жақты дайындықты жүзеге асырады. Бұл бағдарламаның мақсаты жаңартылған білім беру мазмұнының стандартын орындау, бағдарламадағы оқу мақсаттарына қол жеткізу үшін сабақ барысында түсінбеген тапсырмаларды сындарлы оқу, бірізділік, жүйелілік принциптерін ұстанып, қосымша сабақтарды ұйымдастыру және танымдық іс-әрекет арқылы өздігінен білім алуға бейімдеу. Бағдарламада бір сарынды және бір бағытта ұзақ жүргізілген іс-әрекет бала өміріне шексіз зиян тигізеді. Сондықтан мұғалім оқыту барысында әртүрлі оқыту әдістері мен формаларды алмастыра отырып қолдану керек дейді Ушенский. Соны негізге ала отырып, мен қазіргі қызықты математика сабағының тиімділігін арттыру мақсатында негізгі ақпараттық мүмкіндіктерді әр сабаққа ойын элементтерін қолдана отырып құрастырдым. Бұл жерде менің бағдарлама бірінші, екінші сыныпқа жазылғандықтан, бірінші сыныпта бізде 33 аптаға құрастырылған, ал екінші сыныптарда 34 аптаға құрастырылған. Бағдарламаның міндеттері логикалық ойлауды, математикалық терминдерді пайдалану, біліктілігін дамыту және математикалық тілде сөйлеу дағдыларын қалыптастыру. Оқу және тәжірибелік проблемаларды шешу, арифметикалық алгоритмдерді пайдалану, математикалық зерттеулер жүргізу, сын тұрғысынан ойлау, шығармашылық қабілеттерді дамыту. Қарым-қатынас және әлеуметтік дағдыларын топпен жұмыс істеу және өз көзқарасын білдіру, басқа адамдардың пікірін құрметтеу, көшбасшылық қасиеттерін көрсету, өз жұмысын жазбаша және ауызша түрде таныстыру дағдыларын дамыту. Келесі математикалық білім мен біліктерін басқа пәндерді меңгеруде, күнделікті өмірде қалай пайдалану керектігін түсіну, ақпараттық коммуникативтік технологияны қолдану, өз бетінше білім алу дағдыларын қалыптастыру. Менің бағдарламамда бөлімдерге бөлінген болса, сан әлемінде саяхатта бізде бастауыш сыныпта бірінші фигуралардан, одан кейін сандарды бастағандықтан, бірден 10-ға дейінгі сандарды санауды үйреніп, сандарды өсу және кему ретімен санау, сандық тізбектер мен патенттерді табыңыз, жұмбақ сандар ойын ойнаңыз деген бөлімдерге бөлінген. Бұл жерде де патенттерді табуда сандарды ретімен орналастыру, жетіспейтін сандарды табу және қызықты есептер шығару. Одан кейін қосу азайту, бұл өзі күнделікті өмірде қолданылатын болғандықтан, қосу азайтуды әртүрлі ойын түрлерінде жемістерді қосып үйреніңіз, конфеттерді бөліп азайтыңыз, сосын әртүрлі ойындар, қызықты ойындар осы қосу азайту тапсырмаларына беріледі. Геометриялық негіздерде шеңбер, үшбұрыш, шаршы, шеңберді доңғалақ пішінді, үшбұрышқа үш қабырғасы бар, шаршы төртбұрышқа теңдеп, қарапайым тілдерде оқушыларға түсінікті тілде жеткізуге тырысамын. Одан кейінгі уақытты үйренейік. Бұл жерде сағат, минуттарды үйреніңіз, ойындар уақытпен ойнаңыз, күн тәртібінде өз күн тәртібіңді құрастыра біл деген тапсырмаларды орындауға болады. Бұлардан да бөлек тағы логикалық есептер бар, ойлануға арналған есептер, математикалық детектив ойындар және әртүрлі бас қатырғыш тапсырмалар беріледі. Сонымен бірге фантастикалық фактілер де бар. Таңғаларлық фактілер, математика туралы қызықты керемет ақпараттар, одан кейін математиканың қызықты екенін көрсету, сіз білесіз бе бөлімдер бойынша да әртүрлі тапсырмалар балаларға өте қызықты болады деп ойлаймын. Қорыта келе, математиканың күнделікті өмірдегі маңызды рөлі зор. Балалардың қызығушылықтарын одан әрі дамытуға шабыт береді. Математиканы үйрену бұл көңілді.
Қасимовтың «Мен адамның математикаға қабілеті жоқ дегенге сенбеймін» деген тұжырымдамасын негіз ретінде алсақ, онда әрбір балада математикаға қабілеттілік бар деген ойға келеміз. Яғни сол қабілетті оятып, әрі қарай дамытып, осы салада жетістіктерге жеткізу мұғалімге байланысты екені белгілі болады. Құрметті әріптестер, осымен бүгінгі біздің осы авторлық бағдарламаға арналған вебинар сабағымыз аяқталды. Вебинарымызға қатысып, өз пікірлеріңізді білдіргендеріңіз үшін сіздерге көп рахмет айтамын. Рахмет қатысқандарыңыз үшін. Сау болыңыздар.